Халық үніне құлақ асатын үкімет қалыптастыру үшін әр құрылым тұтынушылармен ашық диалог орнату қажет. Бұл критерий жоғарғы сот жұмысының басты бағдарына айналып, 2020 жылды сапалы коммуникация жылы деп жариялаған болатын. Басты мақсат қоғамның сотқа деген сенімін арттыру, ал сапаны жақсарту кадрлардың біліктілігі мен белсенділігіне байланысты. Сапалы коммуникация халық сенімінің кепілі. Әр соттың ашықтығы да басты назарға алынуы тиіс. Осы мақсатта былтыр Шымкент қалалық сотының төрағасы Ербол Рахымбеков арнайы медиа жоспарды бекітіп, соған сәйкес жыл бойы сот пен қоғам және бұқаралық ақпарат құралдарының өзара қарым-қатынасы жанданды. Жергілікті соттардың тарапынан ауқымды жұмыстар атқарылды. Соттағы ашықтықты қалыптастыру мақсатында бұқаралық ақпарат құралдарында және әлеуметтік желілерге үнемі мониторинг жүргізіледі. Қалалық және аудандық соттардың жұмысына қатысты қандай да бір материалдар шыққан жағдайда олармен жедел байланыс орнатылып, дер кезінде жауап беріледі. Сонымен қатар, қоғамның қызығушылығын тудырған қылмыстық, азаматтық және әкімшілік істер бойынша арнайы брифинг өткізіледі. 2020 жылы бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің қатысуымен 29 брифинг пен 21 баспасөз мәслихаты өткізіліп, жергілікті және республикалық басылымдарда судьялар мен мамандардың 296 мақаласы жарияланды және телерадиолардан 176 сұхбаты эфирден көрсетілді. Өзге де ақпарат, судьялар мен журналистер семинарда бас қосты. Шымкент қалалық сотының бастамасымен медиация институтын одан әрі дамыту мақсатында көп жақты меморандумға қол қойылды. Елімізде сот қызметіне серпін беретін тағы бір заң қабылданды. Былтыр төрағалар мен судьялар әлеуметтік желіде жеке парақшаларын ашумен ерекшеленді. Бұл да сапаны жақсартуға сеп болды. Facebook желісі арқылы қоғаммен тікелей байланысты нығайтқан судьялардың саны 2020 жылы 17 бірлікке артып, 73-ке жетті. Бұл жаңашылдық аудандық соттардың кеңселерінде жалғасып, 20 кеңсе маманы күнделікті қызметін Facebook желісіне жүктейтін болды. Соған байланысты көптеген қала тұрғындары өз мәселелері мен өтініштерін ғаламтор арқылы білдіруге көшті. Бұл жаңа коммуникациялық жоба халықтың шешімін таппай жүрген мәселелерін жедел шешуге мүмкіндік берді. Мысалы, былтыр 60-тан астам азаматтың шағымы осылайша тез арада шешімін тапты. Өткен жылы қалалық, аудандық және мамандандырылған соттардың төрағалары мен судьялары өз парақшаларында 220 пост, ал жергілікті сот кеңселерінің Facebook'тегі парақшаларында 256 жазба жариялады. Қалалық соттың бұл жүйелі жұмысы 2021 жылы да жалғасуда. Өткен 4 айдың өзіндегі көрсеткіш көлемі ұлғайып, телеарна мен радио арқылы 118 ақпарат таратылды. Газет беттері мен ақпараттық сайттарда 250-ге жуық жазба жарық көрді. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 20% артық. Сонымен қатар, оңтүстік телеарнасында сот және қоғам бағдарламасы көрерменге жол тартты. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Оңтүстік телеарнасында сот және қоғам бағдарламасы. Бірегей хабарда электронды соттың артықшылықтары мен медиация тәртібі және жаңадан қабылданған әкімшілік рәсімдік процестік кодексінің негізгі ережелері кеңінен түсіндіріліп, көгілдір экраннан жалпақ жұртқа насихатталуда. Эфир тізгінін қалалық соттың ақпараттық қамтамасыз ету бөлімінің басшысы Қабыл Дүйсенбей қолға алып, судьялар мен тағы басқа спикерлердің тақырып аясындағы тұшымды жауабын жеткізуде. Сондай-ақ қалалық сот билікті халыққа жақындату мақсатында көптеген игілікті шараларға мұрындық болып, қоғамдық жұмыстарға да өз үлесін қосуда. Ауқымды істің бірі Абай қазақ құқығының білгірі тақырыбында Абай оқуларын өткізіп, ерекше форматтағы басқосуға ұйытқы болды. Ал Мәртөбе кешеніндегі капсула салу рәсімі де қазақ билері қабылдаған 7 жарғыны және билер сотының әділдігін насихаттау еді. Мұның бәрі халықтың сотқа деген сенімін арттырып, жұмысын жүйелеуге бағытталған. Себебі ашықтық бар жерде күдік болмайды, қайта әділдік орнайды. Ал заманауи коммуникация тетіктерін меңгеру халық арасындағы тығырықтан қиналмай жеңіспен шығудың кепілі болып отыр.